Сәлем достар, сіздермен осындай көкөністерден жасалатын салаттың рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, ағзамызға пайдалы. Жаз бітіп, күз уақытында өте керемет десем де болады. Бізге бір сәбіз керек болады, жақсылап жуып тазалап корейская теркадан өткізесіздер. Мен мына жерде қияр алдым, 300-400 граммдай. Сорт корнишон түрі, кішкентай майда түрі. Өздеріңіз қандай алғыларыңыз келсе алай беріңіздер. Дүкенде осындай болғандықтан осындай түрінен алдым. Ұзын, орташа болса да алай берсеңіздер болады. Орташа болса 2-3 қияр, үлкен болса 1,5-2 салсаңыздар болады. Осылай ұзынша етіп турап аласыздар. 2 қызанақ алды мен үлкендеу. Осылай турап ұзынша ете бересіздер, кесіп. Тұз саламыз шамалы, татымына қарай. Мен осындай қызыл бұрыш салдым. Паприка салсаңыздар болады, кепкен кейін салдым шамалы. Салатный листья салдым шамалы. Өте ағзамызға пайдалы, керемет салат. Үрлеу қылып турайсыздар да осылай. Укроп турап салып жатырмын осылай. Сіздер кейінізі кепкен, болмаса свежий түрінен салсаңыздар да болады. Укроп, петрушка салуға да болады. Бір ас қасық соевый соус құйып жатырмыз. Ұнатсаңыздар жуа кесіп салуға да болады. Шамалы сұйық май құйдым. Шобамен 1-2 ас қасықтай жақсылап араластырып ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңырау шаны басып қойыңыздар, көптеген рецепттер шығып тұрады. Тез әрі оңай, ағзамызға да пайдалы. Ас болсын, сау болыңыздар, жасап көріңіздер. Өте керемет, дәмді болып шығады.